Бұл шайды ішпей тұрып, мен бірінші білген жоқпын. Шайдың өзін ішіп жүрдім. Кейін шайды ішіп жүріп, кейін маған айтулары бойынша істедім. Ерлан мырзаның өзі айтты, шайдың түбіндегі тұнбасын төбеңе жағатын болсаң, мына жеріңде шаш шығады деді. Ана клеткаларың ашылады, шаш шығару керек. Оны Асан мырзаның өзі айтқан екен. 100% гарантия бұл шашты шығарады деп. Содан кейін соған қатты сендім, негізі ықылас қылғаннан кейін шайды тоқтатпай әлге дейін ішіп жатырмын. И шайдың түбіндегі тұнбасын жинап қойып, ана түбіндегі тұнбасын күнде жағып, жатардың алдында жағып қоям. Сонда мына шаштар жоқ еді, қазір олар шықты, иә? Иә, мына жер тап-таза тұғын, кәдімгі светке жылтырап тұратын светке. Сол шығып жатыр, арасынан да көбейіп жатыр, иә? Арасынан да шығып жатыр. Бірақ қызығы кейінгі шыққан шаш, бұрынғы шаштан ұзындау болып тез өсіп кетеді. Тез өсіп жатыр ма? Чудо жаққан шаш, иә? Иә, сол шайдың кесін жаққан шаш, бұрынғыда ескі шаштан қазіргі шыққандар тез өсіп жатыр. Күшті, молодец, күшті. Қандай керемет, біздің чудо шай шашты түсірген тоқтатады, және де шаш түсіп қалғандардың шашын шығарып жатыр.